Саламатсыздар ма қазақ елі? Біз бүгін Жетісу облысы Сарқан ауданы Қарабөгет ауылында Абылқасым шаруашылығына келіп отырмыз. Нұрлан мырза, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Нұрлан мырза, қазір сіздің ауылыңызға бүгін жол бұйырып келіп қалдық. Енді кішкене шаруашылық туралы айтып кетсеңіз, немен айналысасыздар, қандай бағытта? Біз Сарқан ауданы Қарабөгет ауылы Абылқасым шаруа қожалығы. Біз енді соя себеміз, қытай бұршақ, қант қылшасы себеміз. Зерновойлар бар, арпа бидай, жүгері бар себетіміз. Шамамен қанша гектар? Біз жылына 200 гектардай соя себеміз. Қант қылшасында қазір көбейтіп жатырмыз. 300, 400, 500-ге жоспарлап отырмыз. Жүгері 100-150 гектардай себеміз. Тамаша. Мал шаруашылығы бойынша? Мал шаруашылығы енді сондай көп емес енді. 70-80-100 басын маңында ұстап отырамыз өзімізге. Жігіттердіке өзіміз Сізде шаруашылық, отбасылық шаруашылық, иә? Иә, 4 ағайындымыз. 4 ұл, 1 қыз біз өзі. Әкеміз бар, бәріміз ауылдамыз. Ауыл шаруашылығында жүрміз бәріміз. Тамаша. Енді Нұреке, мысалы қарап тұрсам, мына біздің артымызда бір совхоздың механизаторский паркі деп айтса да болады да. Біз енді жол беріп қанша шаруашылықтарды аралап жүрміз. Кей жағдайда болады, бір ауылға 2 трактор немесе 2 комбайн деген сияқты. Сізде сонда осы егін шаруашылығындағы дақылдарыңызды жерді дайындағаннан жинағанға дейін ешкімге тәуелді емессіздер ғой, өздеріңізде ғой. Бізде техниканың бәрі өзімізде. Бұл көріп тұрған парк енді басқада тұрған жақта, басқа навестерді дарылсақ болады. Техника жеткілікті. Бірақ соның өзінде біз жылда техника ала береміз. Жаңартып отырасыз. Обновление дейді ғой. Заманауи техникалар алып, өзгерістер істеп, жылда опыттар істеп, өзгерістер істеп отырамыз. Техника жеткілікті. Мында соқадан бастап удобрение беретіні бар, егетіні бар, жинайтыны барлығы қамтылған ғой. Барлығы қамтылған. Бірақ сонда да жылда өзі алып атсақ та, тағы дополнительно дейді ғой, что енді. Тағы да қажет болып тұрады. Жылда ала береміз тағы да. Тамаша. Нұрлан мырза, жаңа сұхбатымыз айтып өткендей, сізде егін шаруашылығы бойынша қант қызылшасы, жоңышқа, қытай бұршақ егем дедіңіз. Мына біз сіздің қазір қамбаңызда тұрмыз. Осы жатқан қытай бұршақ қой, иә? Осыны қалай ектіңіздер, немен өңдедіңіздер? Біз жаңа айтып кеттік қой, жаңа қант қызылшасы, соя дейміз ғой, қытай бұршақ. Енді қытай бұршақ тоқталатын болсақ, оны инокулянт дейді ғой. Өзіміздің отандық өнім, Ризавит АКС алғанбыз. Сонымен обработка істеп, сонымен септік. Себер алдында өңдедік, септік. Өзін жақсы жағынан көрсетті. Енді оған дейін де жаңағы шетелдік импортный дейді ғой, соларды көріп жүрдік қой, салыстырып. Жылда өз опыт жасап отырамыз. Отандықты көріп жүрдік. Енді қазір отандықпен салыстырғанда өзіміздің отандық артық болмаса ешқандай кемшілік көрсеткен жоқ импорттылардан. Және бұның артықшылығы біз көбінесе гербицид болсын, немесе басқа да препараттар болсын, свежий алуға тырысамыз ғой. Сақталғанда қалай сақталып білмейміз, свежий алуға. Отандықтың бір жақсы жағы бізге қолма-қол дайын свежий екенін белгілі жүр біз. Барып өзіміз аламыз. Тапсырыспен бірден дайындап свежийін аламыз. Нұрлан мырза, енді шетелдік импортный деп жатырсыз ғой, егер құпия болмаса, сол отандық Ризавит АКС биологиялық препараты менен шетелдік баламасын салыстырғанда өнімі қаншаға артық? Енді оларды жамандамай қой, оларды жақсы, енді осы уақытта істедік. Бірақ отандық істегелі, мысалы енді шаруалардың көбісі біледі ғой. Қытай бұршақ жаңағы соямыз орташа 3-3,5 орташа шығады. Енді жақсы жерлер 5 тоннадан береді, 6 тоннадан беріп тұр. Центнерін айтсақ, 20-30 центнер орташа гектарынан шығады, жаңағы 30-35 шығарып отырады. Жақсы жерлер жаңағы 50-60-тан береді. Ал Ризавиттен ше, үстіне қосады ма? Қосымша Ризавит айтқан ғой жаңағы. Ризавитпен жақсы, өнімділік жақсы. Және Ризавиттің жаңағы өз отандықтың тағы да плюсы деймін ғой енді, жақсы жақтары. Баға жағынан да жаңағы шетелдік және импорттылардың арасында қолжетімді. Өте арзан. Ол қолжетімді дедіңіз, иә? Енді тағы да бір сұрақ. Мына Ризавит АКС биологиялық тыңайтқышыңыз өнімге қана емес, сіздің топырағыңызға да, енді өсімдіктің жер бетіндегі вегетативті емес, жер астындағы тамыр бөлігіне де әсері бар ма? Иә, әсері бар.
енді бізде яғы нарық қой, сол сояның бағасы жақсы болып тұрған біраз шаруа соя себеді. Олар көбісі біледі енді. Көбісі жаңағы соя шығып өсіп шыққаннан кейін тамырын алып көріп жаңағы бактериялар бар ғой, клубень түйнектері. Соны көріп тексеріп жатады. Сонымен біздікіндегі келіп көріп тексергендер де бар, өзіміз де тексереміз ғой. Отандық жаңағы ризовит АКС-ті қолданғалы жақсы жаңағы. Көзге де белгілі жаңағы қазып көрсеңіз. Ірі жаңағы. Тамырлары жақсы болып тұрады. Жақсы. Енді Қытай бұршақтан басқа тағы да осы отандық қандай өнім қолдандыңыз, қандай дақылға? Біз және өзім жаңа мал шаруашылығы бар дедік қой. Соны жоңышқа себеміз. Өзіміздің жаңағы ұжымдағы жігіттерге жоңышқа себеміз. Сол жоңышқаға да біз өзінің инокулянт бар ғой. Отандық инокулянт алдық жаңағы жоңышқаға да. Ол да жақсы. Фитобацтерин емес пе? Иә, фитобацтерин алдық. Өте өзін жақсы көрсетті. Жоңышқа жаңағы скорость дейді шығуы, соған өте көмек екен. Жақсы әсер етті. Жақсы әсер етті. Нұрлан мырза, мына біз Қамбада бір агрегаттың қасында тұрмыз. Осы агрегат не, ол қызметі қандай, айтып жібересіз бе? Біз мына соя Қытай бұршақ тұқымын соны өзімізге тұқым дайындап жатырмыз келесі жылға. Бұл енді бұрыннан келе жатқан, енді заманауи деп айта алмаймыз, 85-тер дейді. Бұның өзінің жақсы жақтары бар. Мына сояда біз сепкен кезде жерде жаңа поврежденияларға тұқымдар түспеу керек. Ол енді трещина бар тұқымдар түссе, мысалға жер астындағы аурулар, зияндар кіріп кетеді, зиянкестер ше. Сол повреждение алмаған болу керек. Бұның өзінің ерекшелігі жаңағы сояның сыртын жаңағы оболочкасын трещина повреждениеге бермейді сыртына. Зақымдамау. Иә. Сол себепті осы 85-терді қолданып жүрміз біз. Тұқым тазалайсыз. Тұқым тазалаймыз деп. Жағынан алып өтіп. Иә. Өзімізге келесі жылға тұқым дайындап жатырмыз қазір. Көктемнің қамын қыс ойлап жатырмыз. Қыс ойлап жатырмыз. Біразын өткізіп енді өзімізге тұқым дайындап жатырмыз. Нұрлан мырза, енді мына сұхбатымыздың аяғына қарай сізден бір сұрақ сұрайын. Мына қазіргі таңдағы шаруашылықтар біздің қазақ елде жаймендеп органикалық, сондай отандық өнімдерге бет бұрып келе жатыр ғой. Сіз өзіңіз сияқты шаруашылықтарға, егін шаруашылығымен, мал шаруашылығымен айналысатын шаруашылықтарға қандай ұсынысыңыз бар? Біз енді біздің шаруашылық өзі жылда бағана айтып кеттім ғой. Жылда опыт жасаймыз, тәжірибелер істейміз де, көріп салыстырып. Мына ризовит АКС-ті салыстырдық қой жаңағы, сырт шетелдік инокулянттармен салыстырып көрдік. Өзін жақсы жағынан көрсетті. Енді бағасы да тиімді болып тұр. Өнімділігін жақсы көрсетті. Біз танитын шаруалар болса да білет көп жаңағы тәжірибе көп істейтін ше, опыт жасайтын. Енді берер кеңесім өзім ризовит АКС-ті көп қолданған дұрыс, өте жақсы жағынан көрсетті өзін. Өнімділік бәрі жоғары. Отандық өнімді қолдауларыңызға кеңес беремін. Өте жақсы. Кеңесті мұнда беру керек. Нұрлан мырза, енді мына сіздің шаруашылығыңызға келіп қалдық. Барлығын көріп танысып жатырмыз. Сіздің шаруашылыққа әлі де өркендей беруіңізге, тек қана қазақ елі емес, алыс жақын шетелдерге танымал өнімдеріңіздің экспортқа шығуына тілектеспіз. Сұхбат бергеніңізге рахмет. Қош сау болыңыздар.